Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі. Менің аты жөнім Мырзаханова Жазира Бүркітқызы. Сабағымыздың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгін сендердің меңгеретіндерің күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сұхбаттасың сөзін тыңдау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы табу. Мен сендерге тапсырма бергім келіп отыр. Қабырғадағы сұрақтар. Бірінші сөйлем дегеніміз не? Екінші сұраулы сөйлем жасайтын қандай жалғаулар? Хабарлы сөйлем дегеніміз не? Сұраулы сөйлем дегеніміз не? Лепті сөйлем дегеніміз не? Бәйтеректің басына сен шықтың ба деген қандай сөйлем? Ыстық қой шіркін туған жер деген қандай сөйлем? Райхан апай көйлек тікті деген қандай сөйлем? Осы тақырыпты анықтап, сөйлемдерді дұрыстап табыңдар. Жақсы балалар, сендер сөйлемдерді тапты деп ойлаймын. Ой толғау стратегиясы балалар. Балалар, енді біз бүгінгі сабағымызда тақырыбын анықтап алайық. Сендерге сағаттың суреті берілген. Өздері көріп отырғандай, сағаттағы 28 әріптен 3 сөз шығару керек. Ол үшін сағат тілі бойынша белгілі бір жүйеме ешқандай әріпті аттамастан рет-ретімен оқысаңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығады. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Енді мақсатын қойып алайық. Балалар, әртүрлі тапсырмалар, жаттығулар орындаймыз. Сөздердің мағынасын ажыратуды үйренеміз. Енді балалар, оқулықтағы 28-ші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Құс дәнді қалай бөлді? Мұқият болайық балалар. Балалар, тышқан мен борсық бір қарадан тауып алады екен. Енді ары қарай не істейді олар? Анықтадық қой балалар. Жақсы балалар. Тапсырманы мұқият орындадыңдар. Келесі тапсырма балалар. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, 29-шы жаттығуды қатесіз көшіп жазайық. Жұмбақтың жауабын табайық. Тамаша балалар, сендер тапсырманы жақсы орындадыңдар. Келесі тапсырмамыз балалар. Ол топтық жұмыс. Шығармашылық тапсырмалар. Яғни сөздерді оқы, оларға қойылатын сұрақтарды түсіне жаз. Сөздерді қатыстырып, 3 сөзден тұратын сөйлем құрыңдар. Сиыр жайылды. Айша ойнады. Балалар, қандай сұрақ қоямыз? Сиыр не істеді? Жайылды. Айша не істеді? Ойнады. Жақсы, бәрекелді балалар. Тапсырманы мұқият орындадыңдар. Келесі топ сарқырама өлеңін құрайық. Балалар. Қияшынан құлайды. Тасты бұзып арыны. Ақ жалданып тулайды. Құлағы жарар сарыны. Бәрекелді балалар, тамаша. Келесі тапсырмамыз балалар, жұппен жұмыс деп аталады. Сөйлемдегі сөздер сәйкестендір. Бірінші сөйлемдегі сөздердің байланысын арқылы көрсетейік. Балалар, бірінші сөйлем. Ағам Алматыда істейді, тұрады. Жақсы балалар. Қонақ төрге шықты. Не істеді? Шықты. Досым сурет салды. Досым не істеді? Сурет салды. Айжан көйлек тікті. Айжан не істеді? Көйлек тікті. Бәрекелді балалар, тамаша. Келесіге қараймыз. Сөйлемдерді оқып, сөйлемдердегі сөздердің байланысын
бойынша сұрақ қойып анықтайық. Балалар қайда барды? Балалар не істеді? Балалар циркке барды. Балалар барды. Қайда барды? Циркке. Жақсы балалар, тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз балалар, сөйлемдерді толықтырамыз. Яғни сөйлемдерді толықтырып, дәптерімізге қатесіз мұқият жазып алайық балалар. Аспанда қалықтап ұшып жүр. Аспанда не қалықтап ұшып жүр? Аспанда құстар қалықтап ұшып жүр. Жарайсыңдар балалар. Бос нүктенің орнына құстар деп жазыңдар. Мектеп жақтан сыңғырлап қоя берді. Мектеп жақтан не сыңғырлады? Қоңырау сыңғырлады. Жақсы балалар. Қоян қорыққаннан жөнелді. Қоян қорыққаннан не істеді? Шыта жөнелді балалар. Жарайсыңдар. Келесі сөйлем балалар. Күзде орман іші кетеді. Күзде орман іші қандай болады? Күзде орман іші құлпырып кетеді. Жақсы балалар, тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырма балалар. Жоқ стратегиясы. Яғни сендердің алдына парақша беріледі. Сол парақшадағы сөздерді оқып, дұрыс болса деп, дұрыс емес болса жоқ деп белгі көрсетеміз. Мұқият болайық балалар. Сөйлем сөзден құралады. Балалар, сөйлем сөзден құрала ма? Дұрыс жауап бердік. Сөйлемге сұрақ қойылады. Дұрыс жауап бердік. Сөз буыннан құралады. Сөз буындардан құралады екен балалар. Сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады. Дұрыс айтасыңдар балалар, сөйлемдегі сөздер дұрыс жазылады. Яғни, барлығын дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Тамаша балалар. Балалар, енді бәрін тапсырманы орындадық. Енді кері байланыс жасайықшы. Бәрін түсінген бала тақтаға барып, бәрі жақсы деген қыздың суретін жапсырайық. Балалар, бүгін сабағымыз аяқталды. Бүгін сабағымызда біз қаншама тапсырмаларды орындап, сұрақ қоя білдік. Жарайсыңдар, жақсы балалар.